Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жыл мезгілдерін бейнелейміз. Ал сабағымыздың мақсаты жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру және жұмыс барысын жоспарлау, нақты дәлдігіне жетіп, материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру. Балалар, бүгінгі сабағымызды мына өлең жолдарынан бастайық. Кел балалар, күлейік, күлкіменен түлейік, күлкі көңіл ашады, күліп өмір сүрейік. Кел балалар, күлейік, күлкіменен түлейік, қабақ түйген не керек, көңілді боп жүрейік. Жарайсыңдар оқушылар. Ал енді бірінші жұмыс ережесімен келісіп алайық. Яғни, сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты, дәл жауап береміз. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз. Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз. Ал енді балалар, мына суреттен не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, жыл мезгілдері. Қалай ойлайсыңдар, жыл мезгілдері нешеге бөлінеді? Өте жақсы, яғни бір жылда 4 мезгіл бар. Әр мезгілде 3 ай бар. Әрбір жыл мезгіліне белгілі бір түс үйлесімі сәйкес келеді екен. Ал енді жеке жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін сендер сурет салу керексіңдер. Ол ауыл, не қала пейзажы, немесе терезеден қарағандағы көрініс болуы мүмкін. Өзіңді қоршаған ортаны, немесе қиялындағы бейнені салуға болады. Алдымен суретке сәйкес пішімді таңдап аламыз. Және сызықтық перспектива ережесін қолданып көреміз. Жарайсыңдар оқушылар, өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Ал енді серкіп алу үшін мына бейнероликтен қайталаймыз. Достармен аулада қызықтар іздейміз, ойын тауып таңдауда шеңбер құрып тұрамыз. Тығылмақ па, қуыспақ, біреуін таңдайық, алма кетті домалап, санамақ бастайық. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Бір-бірін балалар қуалап жетеді, кім іздейді немесе ойын жүргізеді. Санамақ пен санаймыз, жауабын табамыз, таласпаймыз ешқашан, өзара сыйлаймыз. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алманы табады, сол ойыннан шығады. 1, 2, 3, 10-ға дейін санаймын, күн тығылып үлгермесе соны мен табамын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, кеттік! Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Жарайсыңдар оқушылар. Ал енді тобымызбен бірге жұмыс жасаймыз. Ол үшін сендер күнтізбені жасау керексіңдер.
яғни жұмыстың ретімен танысып өтейік. Біріншіден, күнтізбенің өлшемін анықтаңдар. Ол суреттердің және аяттары жазылған парақтың өлшеміне байланысты. Бірдей өлшемді 12 қағаз парағын қиып алыңдар. Ал екіншіден, қағаздың жоғары жағына белгілі бір жыл мезгіліне сәйкес келетін суреттерді орналастырыңдар. Үшіншіден, төменгі бөлігіне ай аттары мен апта күндері жазылған қағазды жапсырыңдар. Мұғалім сендерге ғаламтордан мәліметтерді тауып шығарып береді. Сәттілік! Жарайсыңдар оқушылар, өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Ал енді, балалар, сендер білесіңдер ме? Көктем күн мен түн теңелетін, бар жаратылыс жаңарып гүлденетін мезгіл. Күз мезгіліне қарағанда көктемде адамдардың тыныс алу жиілігі 3-тен 1-ге артады екен. Ал біздің ата-бабаларымыз бұл тұрғыда көкекке сенген. Ежелде көкек шақыра бастағанда көктем келді деп есептелген екен. Ал енді кері байланыс жасайық. Ол үшін қиын, қажет, қызық әдісін қолданамыз. Яғни сабақта не қиын болды, не қажет болды және не қызық болды, сол сұрақтарға жауап берейік. Жарайсыңдар оқушылар. Ал енді сабағымызды аяқтау үшін сендердің алдарына жасыл және сары жапырақтар жатыр. Егер де сабақты түсінбесеңдер, сары жапырақты, ал егер де жақсы түсініп алсаңдар, жасыл жапырақты аламыз. Жапырақтың артына есімдерімізді жазып, тақтадағы ағаштың суретіне жабыстырып қоямыз. Өте жақсы балалар. Сендерге сабақ ұнады ма? Маған да ұнады. Рахмет сендерге.